Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте қарапайым рецептпен дайындалатын сгущенный молоко қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, керемет болып шығады. Ең бірінші бізге қажет заттар 4 жұмыртқа, сгущенный молоко, сұйық май, қант, електен өткізілген ұн, разрыхитель қажет болады. 4 жұмыртқамызды салып, үстінен 1 стакан қантымызды салып, қанты ерігенше жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, бірақ венчикпен араластырсаңыздар да өте керемет болып пирогтарыңыз көтеріліп шығады. Одан кейін сұйық майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне сгущенный молокомызды салып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды алып, жартылай салып, үстінен 1 шай қасық разрыхителімізді салып араластырамыз. Ұнды жарты-жартыдан бөліп салып отырыңыздар. Сол кезде пирогтарыңыз өте керемет болып көтеріледі. Оның барлығын бірден салып жіберсеңіздер, пирогтарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол үшін бөліп салып отырыңыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз өте қою да емес, өте сұйық та емес, орташа көлемде болуы тиіс қоюлығы. Міне видеода көргендеріңізде осындай көлемде болады қоюлығы. Одан кейін листімізді алып, пергамент қағазын төсеп, жан-жағын сары маймен майлап, пирогымызды орналастырамыз. Сұйық массамызды салып орналастырамыз. Шет-шетін бетін тегістеп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Бетін сәндеу үшін мен сахарный пудра септім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.